Дұғамен қарулан, құлшылығыңды әсемде. Азан радиосында мұсылман қорғаны бағдарламасы. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Азан Атырау радиосының эфирінде мұсылман қорғаны бағдарламасы. Микрофон алдында мен Жандос Темірғали. Бүгін бізде қонақта Шапағат қоғамдық қорының теологы Сұлтангелді Серікұлы. Біз бүгінгі шығарылымда қайырымдылық турасында сұхбат өрбітеміз. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош болдық, рахмет. Енді қайырымдылық адам жанының нұры деп жатады халқымыз. Қайырымды адам ізгі адам деп жатады. Жалпы қайырымдылыққа қатысты дінмен біте қайнасып жатқан ұғым өте көп. Асыл дінімізде қайырымдылық дегенді қалай сипаттайды? Біріншіден, ислам дінінде бұл қайырымдылық белгілі бір мұқтажға Алланың разылығы үшін жасалған әрбір істі немесе қандай да бір берілген затқа қайырымдылық деп айтады. Бірінші кезекте ол Алланың разылығы үшін жасалу керек. Алланың разылығы үшін белгілі бір мұқтажға берілген затқа немесе іске қайырымдылық деп айтады. Қайырымдылық бір заттай немесе бір іспен өлшене ме? Енді мынандай нәрсе бар. Қайырымдылық дегенде садақа дегенде исламда мына нәрсені білу керек. Көп адамдар айтып жатады, хабарласады, енді сіз дін мамансыз ғой, садақаға не берсем болады, немесе малды шалу керек, мал шалу міндетті ме, қонақ шақыруым керек пе деп айтып жатады. Я болмаса осындай сума ақша беруім керек пе деп. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бір құрма немесе жарты құрма болса да беріп Алла жолында беріп өздеріңді тозақ отынан сақтаңыздар дейді. Бұл жерде белгілі бір мөлшер жоқ. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар. Әрбір мұсылман адам садақа беруге міндетті дейді. Сол кезде сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, егер садақа беретін еш нәрсесі болмаса ше?" дейді. Сол кезде Алла елшісі айтады: "Олай болса, жұмыс істеп, табыс тауып, садақа берсін белгілі бір адамға" дейді. Ал беретін мұқтаж адам таба алмаса ше дейді. Онда дейді, қандай да бір жақсылық істесін дейді. Яғни көшеде кетіп бара жатқан жол сұрады ма, жол көрсетудің өзі садақа дейді. Жерде жатқан зиянды нәрсені алу садақа. Бауырыңа күліп қараудың өзі. Ат-табассум, банағы күліп қараудың өзі де садақа. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам садақаның шеңберін ауқымын үлкейткен ғой. Қандай жақсылық жасасаңыз, Алланың разылығы үшін жасасаң, садақа. Анау бір оқиға бар ғой, бір құдықтың қасына келеді де, әлгі адам құдықтан су ішпекші болып атынан түседі. Атынан түсіп, су алайын деп, атын байлайтын қазық жоқ та, соны жылқысынан алып, темірді алып, әлгі жерге қадап қағып қояды да, суын ішіп болып, жылқысына мініп қайтадан кетейін деп жатқан кезде ойлайды: "Мына қазық қала берсе". Өйткені басқа бір бауырым келгенде жылқысын байлайтын қазық таба алмай қиналып қалар деген ниетпенен қалсын дейді. Яғни ниет Алланың разылығы үшін бір бауырына бір қазық қақты болды. Екінші бауыры келеді, су ішеді, көреді, қазықты көреді. Үшінші бір бауырым келіп, манағы қадаған қазықты көрмей, аты сүрініп құдыққа түсіп кетер дейді, ол алып тастайды. Қара. Бұл жерде яғни ниетке байланысты әр нәрсені Алланың ризалығы үшін жасаса, садақаның белгілі бір мөлшері жоқ. Жаңа өзіңіз айттыңыз, қайырымдылық ауқымы өте үлкен деді. Біз соны тек адамдарға теліп қоюымыз керек пе? Мысалы, жан-жануарларға жақсылық жасағысы келетін шығар. Бізде өзіңіз білесіз, жан-жануарларға қатысты волонтерлік ұйымдар өте көп. Олардың бір мақсаты біз жақсылық істеп жүрміз деген сияқты туды көтереді жоғарыға. Осы қаншалықты орынды? Тек адамдарға ғана тән дүние ме бұл қайырымдылық деген? Қайырымдылық дегенде жалпы ең бірінші мына нәрсені түсінейікші. Ислам дінінде садақа деген нәрсе, бұл зекет беру деген нәрсе, бұның барлығы бұл. Бұлай қарасаңыз, сырт көзден қарағанда адам ойлайды, бұл ислам дінінің бір адамға қойған, қалтасына қойған бір салық сияқты деп ойлайды да. Біз беру керек, біз міндеттіміз деп ақша деп ойлайды. Садақа десе ақша деп ойлайды. Негізінде бұл имам Газали рахмауллахтың Хулуқул муслим, мұсылманның мінез құлқы деген кітап бар. Ол кітапта садақа жайында айтады. Керісінше садақа дейді, бұның барлығы адамды тәрбиелейді. Қай жағынан? Яғни адам садақа берген кезде ол исламның алдында жатқан бұл қалтаңыздан банағы не емес дейді, налог емес дейді. Керісінше бұл қоғамда әртүрлі деңгейде өмір сүріп жатқан адамдар бар ғой, мұқтаж жандар бар, бір көмекке зәру болып жатқан әртүрлі деңгейдегі адамдар бар, сол адамдарға сәлде болса мына қатайып қалған жүрегімізді жұмсарту мақсатында, оларға деген бір жанашырлық таныту мақсатында, мынау жылы сезіміңді, бауырмалдығыңды көрсету мақсатында беріледі дейді бұл садақа. Айтпесе Құдай тағала оның рызқын жаратып қойған. Яғни бізде қазақта айтады, бір бала өмірге келсе, бір туып жусан артық дейміз. Оны Аллах тағала оның рызқын әуестен жаратқан,
мысалға сол секілді бұл жердегі садақаның мақсаты адамды тәрбиелеу. Тәрбиелеу, нәпсісін сындыру. Бұл жерде енді кімге жасалады? Тек қана адамға ма? Жоқ. Өзің қоршаған ортаға, қоғамға қандай да бір пайдаң тиетін болса, барлығына жасалған нәрсе ол садақа. Қарапайым терек егудің өзі сауап. Сауап. Қайырымдылық. Ағаш отырғызу. Қазіргі уақытта түрлі ұйымдар бар да, мысалы, оқу құралдарын таратады, киім-кешек таратады, немесе ақшалай көмек көрсетеді деген сияқты, бірақ бұның бастауында қайырымдылық деген ұғым бар. Екінші тарап бұл іске өзінің пікірін білдіреді. Енді таяқтың екі ұшы бар ғой. Біз қоғамды масылдыққа тәрбиелеп жатқан жоқпыз ба деген сияқты. Жалпы осыған өзіңіздің пікіріңіз қалай? Енді бірінші кезекте мынандай нәрсе, бана да айттым, қайтадан айтам. Садақа берілген кезде қайырымдылық жасаушы болсын, мейлі жеке адам өзінің қалтасынан шығарып беруші болсын, немесе сол қайырымдылыққа себепші болу үшін да адам жасап жатқан әрбір ісі бірінші кезекте Алланың разылығы үшін. Ол адам өзіне әдет қылып ала ма, кәсіп қылып ала ма, шындығына келгенде дұрыс емес. Бірақ сіз негізгі миссияңызды орындадыңыз. Сізден кетті. Иә, менен кетті. Ар жағын алушы ол өзіне кәсіп қылып ала ма, ол енді оның несі. Әрине, бірақ мүмкіндік болса, ол адамды тексересің, қарайсың, қадағалайсың. Белгілі қайырымдылық мекемелер, ұйымдары бар ғой. Ол адамға жайдан жай апарып бермейді, оны барып қарайды, жанұясын қарайды, отбасының жағдайын қарайды. Ал енді сіз оны білмесеңіз, бірақ ішіңізден тұр, көмектескіңіз келіп тұр, ол адамға көмектестіңіз. Ол адам мақсаты оны кәсіп қылу екен. Кейін білдіңіз. Бірақ сізден кетті. Сіз Алланың ризалығы үшін бердіңіз. Яғни бұл жерде әрине кәсіп қылғанда ол өйткені үлкен күнә, яғни өтірік айту бұл жерде. Біріншіден. Өйткені пайғамбарымыз айтады. Иә, мұсылман адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін қателік жасау мүмкін, өлтіру мүмкін, зина жасау мүмкін. Күнә ол. Бірақ өтірік айтпайды еш уақытта. Ол өтірік айтып жатса, ол ең үлкен күнәлардың бірі саналады әрине. Түсінікті. Жақсылықтың қайтарымы жақсылық, жамандықтың қайтарымы сол сияқты жамандық. Қайырымдылықтың өтуін бұл өмірде жалғанда пенде қалай көреді? Бір бола ма? Жақсылығы, мысалы айтады ғой, мен өткенде бір оқиға болды. Менің бір досымның басында көлігі апатқа ұшырап, сау тамтығы қалмай, үнемі жаңа волонтерлік қызметте солай жақсылық істеп жүретін адам болған. Сонда айтады, көлігімнің сау тамтығы қалған жоқ, бірақ та мен ішінен аман шықтым дейді. Соның түп тамырында келеді де айтады, осы уақытқа дейін жасаған адамдарға істеген мүмкін жақсылығым алдымнан шыққан шығар деген сияқты. Иә, енді бағана айттық қой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, садақа өмірді ұзартады дейді. Садақа дертке шипа дейді. Кейбір ғұламалардан да келеді. Дертке шипа дегенде қалай? Бірінші сіз ауырған кезде Алладан сұрайсыз. Алладан сұрап, сіз Аллах тағаладан шипа талап ету үшін Алла жолында өзіңіз садақа жұмсайсыз. Садақа жұмсау арқылы сіз Алладан тілейсіз. Құран кәрімде Аллах тағала айтады: "Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Аллах тағала Али-Имран сүресінде айтады: "Әсте жақсылыққа қауыша алмайсыңдар, сіздер өздеріңіз жақсы көрген нәрсені Алла жолында жұмсамағанша." Міне, Алланың мейіріміне қауыша алмайсыздар. Яғни бірінші, әрине сіз айтып отқандай да айтып жатады. Менің басымда да болды. Көлік апатына ұшырадым. Кәдімгі жолда кетіп бара жатқанда, жаяу жүргінші өтетін жолдан өтіп бара жатқанда бір көлік қақтады. Құладым, түстім, бетіммен жатырдым анандай. Айтқандай секунд көз алдынан өмірің өтіп шыға келеді да бүйтіп. Бірақ машиналардың дауысын естіп отқанда ойлайсың да, тірекем ғой. Естимін. Тірекем ғой деп. Соң есім жиғаннан кейін айтады да, бір апай келіп жүгіріп келіп, балам амансың ба, көрер жарығым бар екен әлі дейді да. Яғни бұл дегеніміз бір Аллах тағаланың бір бізге берген бір нығметі. Сіз Алла жолында жұмсағанша Аллах тағала мүмкін сол жерде саған тағы да бір ғұмыр берген шығар. Екінші өмір басталған шығар. Өйткені біреулер айтады ғой, мына нәрсені де жақсы түсіну керек. Садақа өмір ұзартады дегенде, мен өлейін деп аттым, садақа бердім, қайтып ұзартып аламын ба дейді. Тікелей түсінеді. Хал үстінде жатқан адам мәселе. Осыған аттан садақа беріп, қайтадан ұзартып аламыз ба дейді. Жоқ, өлім төсегінде жатқан кезде, егер өмірден өткен болсаңыз, сол мезетте садақа берсеңіз де өттіңіз. Ал бердіңіз, өтіп кеттіңіз. Сонда бұл хадис жалған ба не деген мағына шығады. Тікелей қарасаң. Ол жерде абайша айтсақ, қолымды мезгілінен кешіктірмедім ғой. Аллах тағала саған осыған ғұмыр берді, өмір берді, сол кезде беру керек еді. Осыған дейін берген, боларсың, бірақ демек ғұмырың осыған дейін. Аман қалдың ба? Демек белгілі бір жасаған жақсылығың бар, садақаң бар. Солай сену керек та бұл жерде. Бұл қайырымдылық ақыретте алдыңнан шығады. Иә. Жамандығың алдыңнан шығады. Фаман яъмал митқала зарратин
хайрайра ва ман яъмал митқала зарратин шаррайра. Аллах тағала Зилзала сүресінде айтады. Шаң тозаңдай да жақсылық болсын, жамандық болсын, ерте міндетті түрде қарсылығын көресіздер. О дүниеде. Иә. О дүниеде де, бұл дүниеде. Бұл дүниеде де. Қайырымдылық істелмейтін адамдар бар ма? Түрлі пікір бар қоғамда енді. Мәселен, мысал деп алайық, ішімдікке сылқия тойған, ішімдікке салынып кеткен, үйі жоқ, күйі жоқ адам сізден тамақ сұрауы мүмкін. Тамақ алып берші, айналайын деуі мүмкін. Бұл жерде адам не істеу керек? Тамақ алып беру керек пе? Әлде алып бермей әрі қарай жолымен жүре беруі тиіс пе? Немесе ақша сұрауы мүмкін. Сылқиып ішімдікке тойып алған адам, немесе нашақор болсын, ұсқыннан көріп тұрсыз, үйі жоқ, күйі жоқ, сізден ақша сұрайды. Ақша берші дейді. Садақа берші дейді немесе. Сіз беру керексіз бе, әлде бермеу керекпіз бе? Бірінші кезекте садақа берген кезде сіз енді Алланың разылығы үшін бересіз, бірақ екінші кезекте ол деген адам неге жұмсайды? Сіз оны білмейсіз. Білмейсіз. Сұраңыз. Мысалға менен келеді, айтады, пәленше көмек сұрайды. Бір жерге жете алмай тұр едім. Қай жерге жете алмай тұрсыз? Мысалға, осы бізді алайық, Сәтбаевтан Авангардқа жете алмай тұрмын. Алмагүлге жете алмай тұрмын. Жақсы. Егер жасағыңыз келсе, жолға тоқтаңыз. Аға, мына кісіні Алмагүлге жеткізіп тастаңызшы, сізге төлеп жіберейін. Мен. Яғни ол кісіге тіке берме, егер күмәндансаң. Я болмаса, керісінше біреу сұрайды, бір нан алайын деп едім. Ақша берші. Ақша берші дейді. Жақсы, жүріңіз дүкенге. Деп? Егер жасағың келсе не едің? Дүкенге барыңыз да, нанды алып беріңіз өзіне. Керек болса дүкеншіге, бұл нанды кейін қарай алып келсе, қабылдамаңыз. Неше түрлі адам бар деп ойлайтын біз. Бірақ жасап жатса, ол сізден кетті, тағы да айтқандай. Алланың разылығы үшін. Банағыдан нашақор, тағы бірдеме, сіздің банағы жасаған жақсылығыңыздан ол банағы түзелмейтін бір адам болса, сондай бір проблемный адам болатын болса, әрине басқа да мұқтаждар жеткілікті, оларға пайдаңыз тиетін адам болса, оларға жасаған абзал. Осы сұрақпен түйіндей, қайырымдылықты рия үшін жасайтындар бар. Өтеуі. Енді мынандай хадис бар, өте ауыр хадис, Абу Хурайра радиаллаху келеді. Ертең қияметте тозақ отына кіретін 3 адам. Қарилар, жомарт адамдар, 3 шейіттер Алла жолында. 3 адам тозаққа кіреді. Себеп? Сонда сұрайды. Қалай деген кезде, ең бірінші банағы қарилардан сұрайды. Періштелер, Аллах Тағала банағы сұраған кезде періштелер барлығы куәгер болып тұрады. Сол кезде әлгі қари айтады екен, мен Алланың разылығы үшін Құран жаттадым деген кезде періштелер жалған айтып отыр дейді. Бұл адам дүнияда мынау мықты қари екен, мынау мықты молда екен деп айтсын деп жаттады дейді. Рия. Онда бұның барар жері тозақ дейді. Қанша Құран жатса да? Оның сауабы, бірақ бұл жерде рия. Мақсат грамм бір не жоқ та, Алланың разылығы үшін жоқ. Болмаса біреумен ілім таласқанда жеңіп тастайын, бана аузын жауып тастайын, айта алмайтындай қылайын деген мақсатта. Ол адамның барар жері тозақ дейді. Екінші бана шейіт, Алла жолында шайқасқан, жорыққа шыққан. Ол адамға да сен жалған айтып жатсың дейді. Мен Алла дінін жайдым, Алланың жолында шайқастым деген кезде оған да жалған айтып жатсың дейді. Неге деген кезде? Өйткені ол дүнияда мынау неткен батыр адам, мынау неткен ержүрек адам, мынау мықты адам, қолбасшы деп атақ абырой үшін шайқастың дейді. Тура сол секілді жомарт адамға да айтады, осыншама нығмет бердім, Аллах Тағала Құранда айтады, сендердің берген нығметтердің барлығын сұраласыздар. Сол нығметтің бірі осы қайда жұмсадың деген кезде, мешіт салдым, медресе салдым деген кезде жалған айтып отырсың дейді. Алланың разылығын салдым деген. Бұл неткен мықты адам, жомарт адам, бай екен. Президенттің төрінен төр беріп, бас имам қасына отырыс қою үшін жасадың бұны, атақ абырой үшін деген кезде, бұның да барар жері тозақ дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазақ айтады, оң қолың берген, сол қолың көрмесін дейді. Осымен ақ түйіндейікші. Рахмет келгеніңізге. Қайырымды жандар көп болсын қоғамда. Қадірлі тыңдарман, сіздер мұсылман қорғанын тыңдадыңыздар. Эфирде қайта тілдескенше. Дұғамен қарулан, құлшылығыңды әсемде. Азан радиосында мұсылман қорғаны бағдарламасы.